Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Мінекей, мынау педилантус. Осыны қазір пересадка жасаймыз. Мына жердегі біраз жапырақтары түсіп қалған. Пока бұған тиіспей қоямыз. Себебі астынан мынандай атроскалар шығып, бұл жерді почти что көрсетпей жауып тұрады екен былайынан. Сол үшін мынаның жоғары жағын кесіп, мындай неғмай қоямын, потому что мына астындағы атроскалар соны жауып кетеді. Егер де былай жалаңаш болып қалатын болса, онда кесуге тура келетін еді. Потом мынау астыңғы жағынан кессеңіздер, мына жоғары жағын кессеңіздер, астыңғы жағынан стрелка шығады. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Егер де сіздерде дәл осындай ұзын болып өскен педилантустарыңыз бар болса, жағдайлары осындай болып тұрса, маған хабарласып, комментарийға жазсаңыздар болады. Күтімін сұрайтын болсаңыздар, каналда күтімі бар. Ашып, ақтарып көрсеңіздер болады. Педилантустар негізі сорттары анау айтқандай көп емес. Міне су ішкен, тамыры астына шыққан, бірақ өте тез өсетін гүлдер. Мінекей көрдіңіздер ме? Бір жағдай болып, бұл да стресс алып, мысалы мынандай көп жапырақ тастаған астында. Содан кейін мына екі таяғы сорайып қалған. Енді әр видеомда айтам мен, негізі осындай закрытый кашпода болатын болса, мына суды төгіп тастау керек. Төкпесеңіз тамыр шірейді. Мына көрдіңіз бе, мына тамырлар суда батып тұрады. Сояқтан су осы астына батып тұрғаннан ылғал мына жаққа өтіп, тамырды шіртеді. Сөйтіп суғарып болғаннан кейін мына кашпоны алып, суын төгесіз ғой. Төккеннен кейін осылай біраз қойып қойыңыз гүлді. Себебі мына жақ закрытый болғандықтан ауа жөндеп кірмейді бұяққа. Не болмаса осы кашпоның мына жаққа су ағатын су маяқта тұрса, примерно осы жерлерді әдемілеп, бір сәндеп, бір сондай узор сияқты қылып сәндеп, мысалы былай қылып, зигзаг қылып ба, тесіп қойсаңыздар вообще күшті болатын еді. Потому что мен бұндай горшоктарды ұнатпаймын. Әрине өседі бұда да, бірақ жаңағы астына мындай су қалып кетсе, гүлге зиян да сол. Зияны көптеу гүлге. Енді былайынан жаңағыдай осы әр оюдың арасына әдемілеп бір узор ұқсатып тесіп қойсаңыздар, тесігіп сетка сияқтылары да бар кашполардың. Олар енді болады, потому что жаңа сол сеткадан как сквозняк ретінде ауа кіріп тұрады да тамырға. Мына жаққа ауа кіріп тұрады. Ал енді мынадан кірмейді. Кірмегеннен кейін жаңағыдай тесіп қойсаңыздар болады. Негізі әркім өзінің гүліне горшоқты өзі таңдайды ғой. Сол кезде ләж болса, соған сәніне де, түріне де қараңыз, әрине, әдемілігіне де. Бірақ осы гүлге пайдалырағын таңдасаңыздар жақсы болар еді. Мінекей. Қазір мен суды төгіп келейін. Ал енді гүлдің тамырын ашып көрейік. Тамыры мынақа шыққан, негізінде өте тез өсетін гүл. Топырағы гүлді пересадка жасайтын кезде алдын ала осылай суғарып алсаңыздар, қатты стресс алмайды гүлдеріңіз. Қатты, кашпо қатты екен, аны бүйтіп сығып топырағын босатыңыздар, бірден гүлді жұлып алуға болмайды. Себебі тамырына бәрін жұлып алуыңыз мүмкін да тамырын. Сол үшін айландырады, жақсылап бүйтіп басып босатамыз. Су құйғаннан кейін әрине жаңа не қылады? Нығыздалады ғой топырақ. Топырақ нығыздалған сайын қатады. Астындағы тамырын жаймен шығарып аламыз тесіктен. Мінекей, тамыры шықты. Бұлда да пеноплекспенен дренаж жасаған. Топыраққа кәдімгідей отырғызған, бірақ өте үлкен горшокқа отырғызған. Мінекей, мынаның да тамыры азған таяқ. Тамыры азған таяқ, значит, ол тамыр дұрыс жаямай тұр. Мінекей. Өстіп плотно бір суғардыңыз ба, кашпоны ішіндегі горшогын сыртқа шығарып қойыңыздар. Сол кезде кішкене ауа кіргеннен кейін топырақ жылдамырақ бекітеді. Маған осы гүлдің келгеніне бір 4 күн ба болды. Мен мүлдем су құйып іштерсе істеген жоқпын. Бірақ соның өзінде де мына қараңыз қазір қандай су бар неде топырақта. Су болғаннан топырақ өстіп бірігеді. Су көп болғаннан. Су көп болмаса өйтіп бірікпейді, үгітіліп түсіп қала береді. Міне көрдіңіздер ме? Тамырлары өзі 3 түп екен. Тамырлары жіңішке. Негізі өзі педилантустың тамырлары жіңішке болады. Тамыр шірмеген, бірақ ырысы өте үлкен. Мынау ғой жаңа мен сіздерге айтып отқаным, осы сабағының бәрін, мына жақтағы нелерінің бәрі, жапырағы, сабағының бәрі түсіп қалған. Ұшында ғана жапырағы бар. Бұны енді қайтадан дәл осылай отырғызамыз, бірақ кішірек ыдысқа отырғызуға тура келеді. Себебі горшок үлкен. Осы көп көрермендерім осы горшоктың үлкендігінен
не қылады да жаңағы гүл зардап шегеді да, сөйтіп соны түсінбей хабарласады ғой маған, жаңағы өйстіп жатыр, кеше 2 ай болды, 1 ай болды пересадка жасағаныма деп. Кейбір гүлдер пересадкадан стресс алады да, кейбіреулер гүлді пересадка жасай салып су құяды. Су құйғаннан кейін ол неге шірейді жаңағы. Мынау үзілген тамырларымыз, қазір мысалы менде мынаданда мысалы тамырлар үзілді. Топырақтың ішінде қазір майда тамырлары жүр. Сол үзілген тамыр шірейді сол үзілген жерден. Сөйтеді да гүл 2 айдан кейін, 1 айдан кейін, 2 айдан кейін жаңағыдай өзінің белгісін береді. Бір дестен бермейді, бірақ береді. Сөйтіп оны адамдар түсінбей жүреді. Мен осыны наоборот, мен свежий витамин тола, свежий топыраққа отырғыздым ғой, бұл не болды деп түсінбей жүреді да. Енді қандай гүлді де пересадка жасағаннан кейін бірден суғармаңыздар. Себебі жаңағыдай тамыры шірейді. Сөйтіп 1-2 айдан кейін гүліңіз өледі да. Өлмесе жаңағыдай стрел нелері жапырақтары қурайды, шірейді тамыры, не болмаса белгісін береді, в общем, короче. Мінекей. Педилантус. Пестролистный жапырақта түрлері де бар. Ала сары араласқан. Осындай бірыңғай жасыл түрлері де бар. Осындай бірыңғай жасыл түрлері бұлардың көлеңкеде өсе береді. Бірақ мынандай нәзік болып өседі. Нәзік болып өседі. Жуан болмайды. Күн, жарық, жеткілікті болса, мынандай жуан болып өседі. Жапырақтары нәзік болғандықтан суды жақсы ішеді бұлар. Жаңағыдай жиі ішеді суды. Жақсы ішеді деген ол жиі ішеді деген сөз. Ал жапырағы қалың гүлдер суды сирек ішеді, аз, арасын ұзақ қылып берсеңіздер болады. Педилантустар суды жиі ішеді. Неке осындай күн жарық жетіспесе, үстіп нәзік болып қалады. Кейбір гүлдер бар, күн жарық жетіспесе, мына жапырақтың ара қашықтығы ұзарып кетеді. Мынандай болып ұзарып кетеді. Мысалы, мынаяқта бір жапырақ болса, мынаяқтан бір жапырақ ашады да, сөйтіп ара қашықтығы ұзарып кетеді. Ал күн жақсы жеткілікті болса, бүйтіп жапырақтары жиі болып, пышный болып өседі. Соны ескеріңіздер. Барлық гүлге қандай болмасын, ол пестролистный болсын, пестролистный емес, кілең жасыл түсті болсын, бәрібір жарық керек бұларға. Бірақ енді мүмкіндігінше жарық керек, бірақ негізінде көлеңкеде де өсе береді. Көлеңке болғанда осындай жерде өсе береді. Мысалы, қазір менде жерге күн түсіп тұрған жоқ қой. Сол жерде өсе береді. Мінекей горшок тауып келдім, міне жақсылап астын тесіп келдім. Дәл осылай тесік жасау керек, қыздар. Гүлдің астына тесік неғұрлым көп болса, соғұрлым су астынан ағып кетеді. Егер де мынаның ортасына бірақ тесік тұғын, енді сол бірақ тесік болса, ол мына жақтардың бәріндегі су тура осы тесікке қарай келмейді ғой. Общий су құйылған кезде общий горшоктың астына қарай тікелей түседі. Сол кезде барлық жерінде өзінің тесіктері болса, сол тесіктерден шығып кетеді. Егер де тесік аз болса, гүлдің тамыры шірейді. Қазір мен педилантусқа топырақ жасаймын. Айқайламаңдар, мен видео түсіріп жатырмын, балам. Қазір осы горшокқа лайықтап топырақ жасаймын. Педилантустың да тамырлары жіңішке болады. Сол себептен осындай нелерді үгітіп аламыз бірінші. Қараны үгітіп аламыз. Себебі ірі болған сайын ол бізге тамырдың дамуына кедергі келтіреді. Мынау перлит. Перлит деп айтылады. Бұл перлит топырақтың борпылдақ болып тұруына көмектеседі. Арасына ауа кіріп тұруына көмектеседі. Және ылғалды ұстайды. Перлитті де басқа нәрсе қоспасаңыздар да гүлдің топырағына перлит қосыңыздар. Себебі басқа нәрсеге ақша жаратқыларыңыз келмесе, перлит қосыңыздар. Себебі құр кәдімгі мынандай универсальный болсын, не болмаса басқа да топырақтарға отырғыза салсаңыздар, бұл топырақ су құйған сайын нығыздалады. Нығыздалғаннан кейін тамыр қысылады. Қысылғаннан кейін ол нығыздалған сайында ылғал ұзақ тұрады бұда. Сол себептен мынандай біз осындай борпылдатқыштар қосамыз. Қоспасаңыз, жаңағы топырақ пресстеліп отырады, сөйтіп қатып қалады. Байқайтын шығарсыздар, кейде гүлдерді бүйтіп горшоктан ажыратқан кезде прям сол горшоктың фасоны болып шығады ғой, формасы болып шығады да кәдімгідей. Олар сол су құйғаннан топырақ отырады. Отырғаннан кейін қысылады, нығыздалып. Нығыздалғаннан кейін сол горшоктың формасын ұстап қалады да. Сондай топырақ болмау керек. Сіз горшокты төккен кезде горшогыңыздағы топырақ кәдімгідей төгіліп қалу керек. Тамырдың қасындағылар төгілмейді әрине, тамыр оны орап тұрады ғой. Сол себептен басқа жақтағы нелері төгіледі, ал тамырдың айналасындағысы төгілмесе де. Кішкене дренаж салып жүрейін. Өзі осы гүлдің егесінің горшогы асты тесілмеген, бірақ мен сол тесіп келдім. Осы педилантусқа лайықты деп ойлаймын. Әрине педилантустың бойы ұзын бізде, бірақ горшогы кішкентай болатын болды. Себебі өздеріңіз көріп тұрсыздар, ешқандай қатты қалың тамыр жоқ. Сол
тамыр жая алмай қалады. Жаңағы қысылып тұрғаннан да тамыр жая алмай қалады да гүлдерше. Сол үшін осындай бос топырақ жасасаңыздар, жеңіл топырақ жасасаңыздар, сол кезде жақсы жаяды тамырды. Ауа кіреді арасына, бәрі өзі нормасымен болады. Қазір енді мына топырақта өзіне керекті дәрумен көп, сол себептен 5-6 айға шейін дәрумен бермесеңіздер де болады. Өзінің дәрумені жеткілікті болғандықтан да, егерде дәруменді де нормадан артық берсеңіздер, ол да уже гүлге зиянын тигізеді, өзінің зиянын тигізеді. Себебі барлық нәрсені өзінің нормасымен пайдалану керек. Нормасынан артық пайдаланып жіберсеңіздер, гүлге зиян келеді одан да. Мінекей осылай жақсылап отырғызып қоямыз. Топырақты қатты баспаймыз. Әрине мынаны бір ағашпен ба бір нәрсемен байлап қою керек. Педилантустың күтімі менің каналымда бар, ашып көрсеңіздер болады. Дәл осылай пересадка жасап алсаңыздар да болады. Мінекей әр гүлдің өзінің денесіне емес тамырына қарап горшок таңдаймыз. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазып, керек жерлеріңізді сұрасаңыздар болады. Жауап беремін бәріне. Қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Қоңыраушаны қосып қойсаңыздар, менің видеоларым сіздерге ескерту болып барып тұрады. Өткізбей көретін боласыздар. Сіздерге мына тағы бір не көрсетейін деп тұрмын. Мына мысалы қазір бүйтіп қолмен жіберсең, мына қарай құлайын деп тұр. Педилантус ұзын ғой енді бұл. Мынандай ұзын болғандықтан бұл құлайын деп тұр да қазір артқа қарай. Соны мен мынандай ағашпен тіреймін. Қазір ондай тіреуіш жоқ қой менде қазір. Сол үшін мен ағашпен тіреймін. Ағашпен тірегенде де мысалы ертең күні бұл ағаш жапырағы ашып, қазір көктем уақыты ғой, енді өніп жатса, онда бұны алып тастауға тура келеді. Себебі бұл да топырақтың құрамындағы жаңағы дәрумендерді жеп қояды. Сол үшін егер де ағаш өніп жатса, онда оны алып тастаңыздар. Неке осылай не қылдым, топыраққа тығып, кішкене түбін нығыздап жібереміз. Камерамды туралап алайын. Мінекей топырақ түбін нығыздап қоямыз. Әрине тамырға зақым келтірмей абайлап тығамыз. Сөйтіп жоғарғы жағын жіппен не болмаса басқа да көрінбейтін, қатты көзге көрінбейтін нәрселерменен байлап қоямыз. Қатты көзге көрінетін нәрсемен байлап қойсаңыз, ол кім болмасын бүйтіп гүлдің бетіне қараған кезде анық көрінеді да, сол себептен көрінбейтін жіңішкелеу нәрсемен байласаңыз, онша білінбейді. Және де мынандай қазір көрсетемін. Міне осылай байлап қойдым мен жасыл жіппен. Мынандай болып жоғарғы жағы шығып тұратын болса, кесіп алып тастасаңыз. Сол кезде гүлге қатты не беріп тұрмайды да, қатты көрініп тұрмайды. Тыққан ағашыңыз грубый қылып тығатын болсаңыз, әрине көрінеді ғой. Сол себептен осындай қазір жерге қойайын. Мінекей осылай міне қарағанда қазір педилантустың бетіне қарағанда жаңағы ағаш байқалмайды. Көрдіңіздер ме? Осындай байқалмайтындай етіп салып тығып қойсаңыздар болады. Мінекей. Жаңа айтып өттім, ағаш тамырлап, өніп, жапырақ буын шығарып, жапырақ ашып кететін болса, ол ағашты алып тастау керек. Негізінде қурап кеткен ағаш қойсаңыздар, ол ешқандай тамырламайды. Міне әдемілеп отырғызып қойдық.